Солай ма? Ол кісі 90-ға келгенде бар, 95-ке келді ме, 90-ның үстінде Ақайдың үйіне келіп, бата беріп кетеді. Осы үйде әулие ол. Осы үйде ел қорғайтын батыр ұлты бар. Келінге мына боз көшкітті бер деп Ақайға тапсырып кетеді. Аттың ана көшкітін ердің үстіне. Соны ырымды тастап кетеді. Содан көп ұзамай Ақтан атамыз дүниеге келеді, атын Ақтан қой деп өзі айтып кеткен. Ана Аққан деген кісі айтып кеткен. Енді бұның Аққан, мына көбісі, көп бауырларымыз Аққан мен Ақтандан шатастырылады. Енді Аққан Құланшы ұлы. Ол Естектің немересі. Есіктен Үңгіт жолай туса, жолайдан Есенге кетеді ғой. Үңгіттен 3 бала туады. Табаншы, Естек, Жақып. Соның Естектен 4 бала туады. Кәрісу, Қалша, Кешубай, Құланшы. Құланшының баласы. Ол тарихта болған адам. Енді оны біз дәлелдеу үшін бейіті дәлел. Бейіті бар екенін дәлелі бар. Бүкіл халық оған куә. Енді бірақ оның тарихы неге кірді ме, кірген жоқ па, мен білмедім. Енді біздің ұранымыз Ақпан екенін бүкіл қара есептеледі. Дұрыс па? Бәрі біледі Ақпан ұран деген. Енді осыны бір дүлен басына жинаймыз дегеніміз сол ұранға шыққан Ақпан атамызды дәріптеп, кесене салып, соған нәміміз кетті, жиналып, басына не жасауымыз керек? Кесене саламыз ба, шағын садақа береміз ба, сол жерден Қаракесектің балдары жиналымыз кетті. Шаруа істеу керек. Шаруа істеуіміз керек. Сосын жаңағы ғылыми конференция жүргізді ма, сол батырлардың біреуі кеше Тураби бауырым айтты, неғып атыр. Соған бір тас қоюымыз керек Ақпан атамыздың, Құланшы ұлы Ақпан атамыз. Сондай шаруа жаңағы қармақшыларға кесене салу, сосын ас бергенде енді қандай шамада береміз? Республикалық шама әлде өңірлік аймақ ат шаптырмай бас қосатын не қылып береміз. Осы шаруаларды енді мен өзім ойым айтып жатқаным.